Қайырлы күн, құрметті кәсіпкерлер. Мен сіздерге бүгін қалай мына бурттардағы шлаушандарды келесі буртқа ауыстыру жайында көрсеткім келеді. Ал енді сіздер осы әртүрлі шлаушан өсірудегі құпиялар білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Сол кезде әрбір менің видеоларым сіздердің алдарыңыздан шығып тұрады. Егер де менің кеңестерім сізге қызық болса, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мына көріп тұрғандарыңыздай ящиктерді мен қойып қойғанмын бурттың үстіне. Мында 40 квадрат метр жерде дайын биогумуспенен шлаушандар жатыр. Бұл 7-8 айлық, 6 айдан асқан уже дайын биогумустар, өзінің кемеліне келген, қолдануға болатын дайын биогумус. Мен мұндағы шлаушандарды көшіру үшін мұнда нелерді қойып қойдым, ящиктерді қойдым. Азғантай ғана. Мен таңертең қойған болатынмын мұны. 3 сағат өтті. 3 сағаттың ішінде міне қанша шлаушан өткенін қараңыздар. Бұл тәтті су тез өткен себебі сол. Ал енді сіздер тәтті су жасамай-ақ, жай ғана осылай нелерді қойып қойларыңызға болады. Ящиктерге толтырып салып, бетін жауып қойып қойларыңызға да болады. Ал енді маған тезірек өткізу үшін мен бұларға тәтті су жасадым. Тәтті су жасаған себебім, тәтті суды қалай жасайды десеңіздер, 5 литр суға 1 килограмм шекерді араластырып, қозғап, осы 7 жәшікке құйдым. Өйткені маған жылдамырақ өткізу керек болды. Ал енді сіздер асықпай өткізетін болсаңыздар, осы ящиктерге, мұнда мен бір 3-5 сантиметр ғана салғанмын ғой. Сіздер ящиктерге көбірек салып, осы бурттардың үстіне қойып қоятын болсаңыздар, шлаушандар үстіндегі жаңа корымға өтеді. 3 сағаттың ішінде өткендер, өйткені тәтті қойдым, жылдам өтіп жатыр. Ал енді мынау дайын тұрған бурт, осының ортасын ашып, ящиктерді әкеп төгеміз. Бір жәшікті мен 1 квадрат метр жерге төгем. Өйткені онда шлаушандар өте көп. 1 квадрат метрге мен бір шлаушын төгіп шығам. Мұнда 20 квадрат метрден артық жер. Мына жер 1 квадраттан артық. Өйткені 1,5 метр. Демек, мұнда 35 квадрат метр жер жатыр. 30 квадрат метр. Мына бір қатар қазір 30 квадрат метр деп есептейміз. Міне, мына жақта барлық бурттарды дайындап тұрмыз. Мұндағы шлаушандардың бәрін осылай оңай методпен көшіріп шығамыз. Ортасын үңгіп, сол үңгіген жерге шлаушандарды әкеп төгіп, бетін жауып тастаймыз. Ал енді мыналарға шлаушандар көшіріп болғаннан соң, бұл жердің бетін біз түгел сабанмен жауып шығамыз. Болмаса тағы бір бұның жолы бар. Менде мына 2 бурттың ортасы жабық тұр. Мұнда корым таусылғаннан соң, мына буртты ашатын болсақ, келесі буртқа шлаушандар өздері жылжып өтеді. Ал енді менде пока мұнда корым бар. Сол үшін мына 2-ші буртқа өтіп кетпей жатқан себебі сол. Және ағаштар қойылған, мұнда тамақтар бар, сол үшін өтпей жатыр. Егер де мына буртта тамақтар таусылған болса, олар түгелімен мына жаққа қарай өтетін еді, өзінің жанында тұрған буртқа. Не осылай оңай көшіруде жолдары бар. Егер сіздерге тезірек көшіру керек болса, тәтті су дайындап қойып қоятын болсаңыздар, бұлар тез әрі жылдам жиналып, келесі буртқа өткізуіңізге мүмкіндік береді сізге. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода кездескенше.